Келесі тақырып жаңағы қарастыратынымыз өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуындағы негізгі кезеңдері. Қарастыратын сұрақтар: саяси ойлаудың даму кезеңдері, ертедегі дүниедегі саяси ойдың қалыптасуы, орта ғасырлық саяси ойлардың дамуы, қайта өрлеу ағарту дәуіріндегі саяси ойдың ерекшелігі, жаңа және жаңаша дәуірдегі саяси ойлар. Логиялық саяси идеялардан саяси ғылымға дейін. Саяси ғылым негізін қалаушы негізінде гректің ұлы ойшылы философ Аристотель болатын. Бұл ойшыл өз заманына дейінгі саяси ойларды зерттеп, аса маңызды ғылыми тұжырымдамалар жасады. Аристотельдің еңбектері саяси ғылым дамуына осы күнге дейін өзінің зор әсерін тигізіп келеді. Саяси ой-пікірлердің білімдердің даму тарихы Аристотельге дейін де ұзақ уақытты қамтиды. Жалпы саяси білімдердің дамуы үш кезеңге бөлінеді. Олар мифологиялық, діни және ғылыми. Мифологиялық кезеңнің өзінде ежелгі адамдар тайпаның, қауымның, қоғамның дамуы адамдардың қасиеттерімен тікелей байланысты екендігін түсіндіріп отырды. Көне грек ойшыларының ішінде грек ойшылының аты жаңағы Аристокль деп аталады. Платон атақты фәлсафасы, Сократтың шәкірті болған. Платонның 200-дей еңбектері бар. Олардың ішінде саясаттану ғылымына қатысты бар шығармалары мемлекет, саясатшы, заңдар, софист, парменид деп аталады. Платонның ойынша адамдар өз қажеттіліктерін жеке дара өтей алмайды дейді. Олар бірігудің арқасында ғана қажеттіліктерін өтейді дейді. Осы бірігудің арқасында қоғам, мемлекет пайда болады дейді. Мемлекеттік құрылысты ол 5 түрге бөледі. Мемлекеттік құрылыс 5 түрге бөледі: аристократиялық, демократия, олигархия, демократия, тирания деп. Осылардың ішіндегі ең жақсысына ол жаңағы аристократияны жатқызады. Ол аристократия ол елді қолдайды және қоғамдық меншікті қолдап, жеке меншікке қарсы тұрады дейді. Себебі жаңағы айтып кеткені, қажеттіліктерін жеке дара өтей алмайды дегені, жаңағы адамдардың өздерін 3 топқа бөледі: философтар, егіншілер және қорғаушылар деп. Философтардың өздері жаңағы олар елді басқара біледі, барлық жұмысын жаңағы атқара алады дейді. Ал қорғаушылар жаңағы мемлекетті, жаңағы қоғамды сыртқы жаулардан қорғай алады деп айтады. Орта ғасыр ойшылдарына тоқталатын болса, орта ғасырлардың ойшылдарының ішінде Фома Аквинскийге ерекше орын алады. Оның ең басты еңбегі теологияның жиынтығы деп аталады. Фома Аквинский айтуы бойынша заң белгілі бір мақсатқа сәйкес тиісті тәртіпті айқындаушы ереже деп айтады. Адам үшін ең басты бұл ереже болып табылады, ол рахат деп түсіндіреді. Фома билік Құдайдан туындайды деп тұжырымдайды, ал Құдай жауыздықтың емес, қайырымдылықтың көзі. Сол себепті билікті құрайтындардың бәрі мейірімділіктен туындайды дейді. Құдайдан шығады, ал жамандықтың бәрінің шығуы тек адамдардан деп есептеп жаңа түсіндірген болатын. Фома монархиялық жүйені жақтады. Оның ойынша рухани ол жаңа аспандағы және нәрселік бұл жердегі әлемде өмір сүреді деп айтқан болатын. Келесі қарастыратынымыз жаңағы орта ғасыр ойшылдары. Құдайшыл ойшыл орта ғасырлық Мартин Лютерге тоқталып өтеміз. Оның еңбектерінде әртүрлі таптардың наразылығы көрініс табады. Олар серлі құрушылар, қала тұрғындары, княздар мен төменгі дін иелері өкілдері арасындағы келіспеушіліктер. Рим католиктік дініне қарама-қарсы Лютер адам және оның зайырлы өмірі негізінен күнәлі деп қаралмауы тиіс екендігін дәлелдеуге тырысты. Ол адам мен Құдай арасындағы шіркеу мен дін иелерінің жарастырушылық рөлін теріске шығарады. Лютер өзінің міндетін алғашқы христиандыққа қайта оралу деп есептеді. Бірақ бұл жолды ол тек дін саласында жүргізуді уағыздады. Лютердің саяси іліміндегі негізгі тезис ол екі әлемнің болуы болып табылады. Христианшыл Лютердің пікірі бойынша адам бір мезгілде екі әлемде, рухани аспандағы және нәрселік жердегі әлемде өмір сүреді деді.
Енді келесі кезең жаңа қайта өрлеу дәуірі. Саяси білімдер дамуының ерекше маңызды кезеңі қайта өрлеу дәуірі болып табылады. Қайта өрлеу дәуіріндегі саяси әлеуметтік ғылымдардың жарқын жылдардың біріне итальяндық ойшыл Никколо Макиавелли жатқызуға болады. Оның саясатқа байланысты шығармалары «Тақсыр», «Соғыс өнері», «Флоренцияның тарихы». Макиавелли діни саясатқа қарсы шықты. Ол шындықтың белгісі сенім емес, тәжірибе деп білді. Адамдар мен қоғамның өмірі, тағдыры Құдайдан деп күтіп отырмай, саяси ойды, саясатты, қоғамдағы мәселелерді шешуге бейімдеу керек деп айтты. Адамдардың өмірін жақсарту үшін елді басқаруға қабілеті бар мемлекет ұйымдастыру қажет деп түсіндіріп, осы мақсатқа жететін әртүрлі әдіс-тәсілдерді көрсетіп өткен болатын. Макиавелли саяси ғылымның мәнін, қызметін, мақсатын айқындауға жол ашты. Макиавеллидің шығармаларында саяси ойдың басқа көптеген мәселелері зерттелген болатын. Ол Макиавелли негізінде халық пен мемлекет иелерінің арасындағы мүдделерінің қарама-қайшылығын атап көрсеткен болатын. Адамдар табиғатына жауыздықпен жаратылған, саясатпен айналысушы ең алдымен осыны ескеру қажет деп есептеген. Итальяндық ғалым бір орталықтан басқарылатын мемлекетті жақтады. Оған мемлекеттің тұтастығын әлсіретіп күйрететіннің бәрі жамандық болып көрінді. Алауыздықтың, бақталастықтың себебі болатын дворяндар мен шіркеуге жаңағы қарсы болды. Макиавелли мемлекетті негізгі екі түрге, монархия мен республикаға бөліп, Тит-Ливийдің бірінші 10 күндігі жөніндегі ойлар атты еңбегінде республиканы монархиядан жоғары қоя білді. Ең ұтымдысы республика, билікте халық өкілдері ақсүйектер мен сайланбалы мемлекет басшысы болуға керектігін көрсетті. Макиавелли ең алғаш рет жаңағы мемлекет деген ұғымды ғылыми айналымға енгізген ойшыл болып табылады. Ендігі тоқталатынымыз жаңағы Фрэнсис Либерге тоқталамыз. Ол 1857 жылы ақш-тың Колумбия колледжінде еңбек еткен профессор Фрэнсис Либер болып табылады. Ол тарих және саясаттану кафедрасын ашты. Яғни саясаттану ғылымы тарихта алғаш рет академиялық пән ретінде мәртебесіне ие болған болатын. Осы колледжде ол 1880 жылы саяси ғылымның жоғары мектебін құрған болатын. Саясаттанудың қоғам өміріндегі рөлінің өсуіне байланысты 1887 жылы ақш-та саясаттану ғылымдар атты журнал шықты. 1878 жылы ақш-тағы сияқты Францияда да мемлекеттік аппаратқа арнайы қызметкерлер дайындайтын саяси ғылымдар мектебі жұмыс жасай бастады. 1889 жылы ақш-та саяси және әлеуметтік ғылымдар академиясы ашылды. 1903 жылы академиялық саяси ұйымдар ассоциациясы құрылды. Қазіргі кезде осы ассоциацияның құрамында бірнеше бөлімдері, мыңдаған мүшелері бар. 20 ғасырдың басында саясаттан жеке академиялық пән ретінде толық бөлініп шықты. Бұл ғылымның халықаралық мәртебе алып толық қалыптасуына ЮНЕСКО-ның басшылығымен құрылған 1947 құрылған саяси ғылымдардың халықаралық ассоциациясының қосқан үлесі зор деп бағалауға болады.